Сәлем достар, қош келдіңдер менің каналыма. Қазіргі уақытта өріктің нағыз пісіп жатқан кезі. Біздің де бақшада өріктеріміз пісті. Сол өріктен варенье қайнату тәсілін көрсетпекшімін. Мен бұл тәсілмен бірнеше жылдан бері варенье қайнатамын. Тексерістен өткен десек те болады. Қазір мен сол әдісті көрсетемін. Осындай өте үлкен. Жақсылап жудым мен. Енді бұл өріктің ішіндегі тасын алып тастаймын. Мінекей, тасынан бөліп ажыратамын. Және варенье қайнату үшін мынау өте үлкен болады. Сондықтан бөлемін бұнда. Не осындай қылып бөлемін. Өз қалауыңызша бұдан да кіші қылсаңыз болады, бірақ мен осындай қылып жасаймын. Өріктің қазір пісіп жатырған кезі, тезірек жинап алып варенье, компот қайнатпасаңыз қарайып бұзылып кетеді. Мен осындай қылып бөліп аламын мен. Дәмі өте тәтті, өріктің иісі де өте керемет. Өз бақшаңда өскен өрік өзгеше болады ғой. Міне өрікте тазалап болдым. Менде 1 килограмм. Егер өрігіңіз дәмді болса, қантты аз қосасыңыз. А егер дәмсіз болса, онда килограммға килограмм қосасыңыз. Менде өрігім өте дәмді бал татып тұр. Сондықтан мен 600 грамм қосамын. Өрікті мен әр кезде де сырлы кастрөлде, ямаса табақта қайнатқан жақсы көремін. Қазір міне қантын салып 4-5 сағатқа қойып қоямын. Сонда өріктің өзінің сөлі шығады. Міне біздің вареньенің де соғы өте жақсы шыққан. Қазір бұны баяу отқа қойып қайнатып бастаймын. Қайнамастан бұрын мен бұған жарты стакан су құямын. Ешқандай да былғамаймын. Себебі бұл джем емес та варенье. Мына жемістерінің әрқайсысы бүлінбей тұруды қалап тұрмын мен. Баяу отта қайнатамын. Міне вареньеміз де қайнап бастады. Көбігін аламын мен. Бірақ былғамаймын. Бес 10 минут қана қайнатамын. Сосын суытып, суығаннан кейін тағы да осындай алып 5-10 минут қайнатамын. Сөйтіп 4 рет, 5 рет қайталаймын. Барлық қайнаған уақыты 45 минуттай болу керек. Не былғағым келсе, араластырғым келсе, міне кастрөлді алып, былай қылып не араластырамын, бірақ қасықпен араластырмаймын. Мінекей мына көбіктерін алып отырамын осылай қылып. Достар, міне өріктің вареньесі дайын болды.
5 минуттан 4 рет қайнаттым, арасында суытып. 4-шісінде алдын ала стерилденген банкеге құйып, қысқа жауып қойдым. Енді вареньенің дайын болғанын қалай білуге болады деген сұраққа жауап бере кетейін. Вареньенің сұйықтығы, мінеки сұйықтығы, осы сұйықтықтан бір тамшысын мынадай қасыққа тамызып, бұлай қозғап көреміз. Егер тамшы ағып кетпесе, вареньенің дайын болғаны. Ал өріктің өзі міне бүтін болып тұр. Езіліп кеткен жоқ ешқандайда. Менде 1 килограмм болғандықтан 4 рет қайнаттым. Егер сіз үлкен мөлшерде қайнататын болсаңдар, 5 рет, 6 рет арасында суытып қайнатуыңызға болады. Осы менің әдісіммен вареньенің қайнатып көріңіздер. Бұл тек өрікке емес, басқа да жемістерге осыны әдісті қолдануға болады. Егер менің әдісім ұнап жатса, комментарийге жаза кетіңіздер. Лайк басып, каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Алда өте қызықты видеолар болады. Кездескенше, қош сау болыңыздар.